Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен қарма тұшпара пісірудің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, құнды пікірлеріңізді жазып отырыңыздар, және де қоңыраушаны басып, каналыма жазылып қойыңыздар. Ол үшін бізге салмасына фарш керек болады. Фаршты алдымен азырақ май құйып, қыздырып, қуырып, пісіріп аламыз. Пісіріп алған соң суытып қоя тұрамыз. Онан соң көкөністерді даярлаймыз. Көкөністен пекин 40 қабатын алдым, және де азырақ көк пияз, зілбір керек болады. 40 қабатты блендерден өткізіп алған соң азырақ тұз салып, қысып, суын шығарып, сүзіп аламыз бір ыдысқа. Онан соң жаңағы көк пияз бен зілбірді де блендерден өткізіп аламыз. Оған жаңа фаршымызды қосып, араластырып аламыз. Онан соң дәмдеуіштерді қосамыз. Дәмдеуіштерден бір қасық соя соусын қосамыз. Және де устричный соустан бір қасық қосамыз. Онан соң тұз, бұрышын салып, лайықты мөлшерде тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып алып, бетін жауып қойып қоямыз. Онан соң қамырын илейміз. Жаңағы 40 қабаттың суына азырақ тұз қосып, араластырып, лайықты мөлшерде ұнға құйып, азыдан қосып отырып, жұмсақ қылып қамыр илеп аламыз. Жұмсақтап илеп алған соң тұндырып қоя тұрып, біраздан соң дөңгелектеп, кішкентай қылып жұқалап жайып шығамыз. Онан соң өзіміз қалаған формада түйіп шығамыз. Осылай жай ғана жапсыра салсақ та өте тез болады. Түйіп болған соң табаға түбіне азырақ май құйып қыздырып, тұшпараларымызды бірден тізіп шығамыз. Біраз отта ұстап асты қызарған соң ортасына дейін келетін қайнаған су құйып, қақпағын жауып 15 минут бұқтырып пісіріп аламыз. Онан соң күнжімізді сеуіп, тәрелкемізге алып ұсынсақ болды. Өте дәмді болып шығады. Маған қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса достарыңызбен ортақтасып отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.